Құрметті ағайындар, Амал мейрамын тойлауға шақырамыз. Өткен жылы Мұңалата ұрпақтарынан ауыспала алау отын алғаннан бері Қосай ата ұрпақтары Амал мейрамын өткізуге үлкен дайындық жасап жатыр. Амал мейрамын өткізуге байланысты республикаға белгілі барлық газеттерге, Атырау, Ақтөбе, Орал газеттеріне және облыстағы ақпарат құралдарына, Қосай ата ұрпақтарына шақыру жарнамасы жіберілді. Мереке уақытында 3 республикалық шара, 10-нан астам облыстық деңгейдегі мәдени көпшілік және спорттық шаралар, ақындар мүшәйрасы, ат бәйгесі, көкпар, тағда басқа ұйымдастыру жоспарланған. Жеңімпаздарға 4 автокөлік, көптеген бағалы сыйлықтар тігілген және әртүрлі деңгейдегі марапаттар беріледі. Мерекеге келушілерге арнап 40-тан астам үй тігу жоспарланған. Мерекелік шараға 100-ге жуық республикаға белгілі ғалымдар, академиктер, қоғам қайраткерлері, саясаткерлер шақырылады. Амал мейрамын тамашалауға республикамыздың түкпір-түкпірінен 7-8 мыңға жуық көрермендер жиналады деп күтілуде. Ұйымдастырылатын жұмыстар негізінен штабтың белсенді мүшелерінің, қайырымды азаматтардың арқасында атқарылып жатырғанын мақтанышпен хабарлаймыз. Құрметті маңғыстаулықтар, наурыздың 13-14 күні Амал мейрамын Отпан тауда бірге тойлайық. Мақсатымыз ата салт дәстүрімізді ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру, ұрпағымызға үлгі көрсету, халқымыздың бірлігін, еліміздің тыныштығын сақтау. Осы мақсатты паш етуіміз үшін Отпан таудың биігінен бірлігіміздің, тәуелсіздігіміздің баяндылығы үшін ұран отын, бірлік отын жағу.